Сұрақ: жалпы сәресіге тұрмай ораза ұстауға бола ма? Иә, сәресіге тұрмай-ақ ораза тұтуға болады. Алайда пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: бір жұтым су ішсеңдер де, сәресін үзбеңдер. Өйткені Алла тағала мен періштелер сәресіге тұрғандарға жақсылық тілейді деген өсиеті бар. Сонымен қатар, сәресіге тұрып ас ішу, немесе ең болмаса су ішу, не құрма жеу күні бойы адамға қуат береді. Нәтижеде ораза ұстауда түрлі қиындықтардың алдын алуға септігін тигізеді. Сұрақ: сәресіге ұйықтап қалып, күні бойы ешнәрсе ішіп жемесе, ораза ұстаған болып санала ма? Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: Ашура күні хабарлаушы кісіге, кім бір нәрсе жеп қойған болса, аузын күннің соңына дейін берік етіп тамамдасын, ал ештеңе жемеген адам сол күйінше жемесін, ораза ұстасын деп жар салуын бұйырды. Демек, сәресіге ұйықтап қалған адам ұйқысынан тұрғанда нәр татпастан ниет етіп оразасын жалғастырады. Бастысы таңертең еш нәрсе ішіп жемеуі және түске дейін ниет етіп үлгеруі тиіс. Сұрақ: сәресі ішіңдер, сәресіде берекет бар деген хадисті түсіндіріп берсеңіз. Сәресі ішудің өзіндік берекеті мен артықшылықтары бар. Атап айтқанда, сәресіге тұрған адамды Алла рахымына алып, жарылқау тілейді. Сәресіге тұру сүннет, құлшылыққа күш-қуат береді, ширақтықты арттырады, белсенділік, энергия, тағы басқа. Аштықтан келетін нашар мінездің алдын алады. Сәресі дұға қабыл болатын уақыт. Сәресіде ниетті түзеп, ықыласты арттыруға мүмкіндік туады. Сәресіге тұрған адам таң намазына ұйықтап қалмайды. Сұрақ: аузымды ашамын деп ниет етіп, бірақ ашпаса ораза бұзылады ма? Аузын ашуға ниет еткен адамның оразасы тамақ ішпегендіктен бұзылмайды. Себебі оразаны бұзатын әрекет жасалмады. Сұрақ: қаза және нәпіл оразаға бірдей ниет етсе бола ма? Қаза және нәпіл оразаға бір ниет жарамайды. Өйткені әрбір ораза өз алдына бөлек ғибадат. Сұрақ: қандай жағдайда оразаның қазасы өтелуі тиіс? Төменгі жағдайларда оразаның тек қазасын өтеу міндеттеледі. Олар: бірінші, ораза екенін білетін адам дәрет алып жатқанда немесе басқа себептермен тамағынан байқаусызда судың кіріп кетуі. Екінші, ұйқыдағы адамға су ішкізу. Үшінші, ауыр жұмыста жүріп науқастанып қалу жағдайында немесе сенімді мұсылман дәрігердің сөзіне сүйеніп, яки өз басынан өткізген тәжірибесіне сүйене отырып, денсаулығыма зиян тиеді деп оразасын бұзу. Төртінші, ұмытып бір нәрсе ішіп жеген кезде оразам бұзылды деген оймен ішіп жеуді жалғастыру. Бесінші, түнде ниет ете алмай күндіз ниеттенген адамның бұған көңілі толмай ішіп жеуі. Алтыншы, түнде оразаға ниет етіп, бірақ таңертең сапарға шығып, жолда оразасын бұзатын болса. Жетінші, түнде ораза ұстауға ниет еткен жолаушының тұрғын болуға ниеттенгеннен кейін ас ішуі. Сұрақ: қаза оразаны қатарынан ұстау шарт па? Шарт емес. Сұрақ: аузашар уақыты кірді деп ойлап ішіп жеп қойса, бірақ әлі күн батпаған болса, оразасы дұрыс бола ма? Аузашар уақыты кірмей ішіп жеу оразаны бұзады. Сондықтан сол күнгі оразаның қазасын өтейді. Себебі оразаның уақыты таң сәріден басталып, күн батқанға дейін жалғасады. Сұрақ: ұмытып ішіп жеп қойса, ораза бұзылады ма? Тамақ яки суды байқаусызда ішіп қою оразаны бұзбайды. Себебі ұмытып ішіп жеу оразаны бұзатын амалдарға жатпайды. Мұндай жағдайда оразаны жалғастыра беру керек. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: аузы берік адам ұмытып ішіп жесе, оразасын бұзбай толықтырсын. Өйткені оған жегізген де, ішкізген де Алла деген. Алайда ораза екендігі есіне түскен сәтте ішіп жеуін дереу тоқтатуы шарт. Сұрақ: ораза ұстаушының ұмытып тамақ жеп тұрғанын көрген адам не істейді? Егер жас не бойында оразасын жалғастыра алатындай әл-ауқаты бар кісі болса, онда ескерту міндет. Ал әл-ауқаты жоқ, яғни үлкен жастағы қарт адам болса, үндемеген абзал. Себебі хадисте, өйткені оған жегізген де, ішкізген де Алла делінген. Сұрақ: көзге, құлаққа және мұрынға дәрі тамызу оразаны бұзады ма? Көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды. Ал мұрынға және құлаққа дәрі тамызу оразаны бұзады. Демікпе ауруы, аллергиясы бар кісілер тыныс жолдарын ашу үшін спрей қолданса, немесе спрейді мұрынға шашқанда өңеш арқылы ішке кірмей, мұрын қуысында не тыныс жолдарында қалатын болса, оразасы бұзылмайды. Десе де оразаның бұзылу қаупі жоғары болғандықтан, бұл дәрілерді мүмкіндігінше сәресіге дейін не ауыз ашқаннан кейін қолданған дұрыс. Сұрақ:
Оразада тіс пастасын қолдануға бола ма? Тіс пастасын пайдалануға болады, алайда мәкрух болып есептеледі. Пастамен тіс тазалағанда дәмі толықтай ауыздан кетпейінше түкірігін жұтуға болмайды. Тіс пастасының асқазанға түсуі оразаны бұзады. Тазалап болған соң, ауыз шайғанда су кетіп қалмауын қадағалау қажет. Ең дұрысы, тіс пастасын ауыз бекіткенге дейін пайдалану. Сұрақ: ораза кезінде моншаға түсуге бола ма? Ораза кезінде моншаға бармаған дұрыс. Өйткені адамды әлсірететіндіктен және парда отырғанда ішке су кіріп кету қаупі жоғары болғандықтан ораза уақытында бармаған дұрыс. Сондай-ақ моншадан кейін шөлдеу, әлсіреу жағдайы орын алатын болғандықтан оразаның бұзылуына себеп болуы мүмкін. Сұрақ: ораза уақытында гүл сияқты хош иісті өсімдіктерді иіскеуге бола ма? Гүл, әтір сияқты хош иісті заттарды иіскеу оразаны бұзбайды. Сонымен қатар, түрлі иіс суларды пайдалану да оразаға зиян келтірмейді. Алайда темекі сияқты заттардың түтінін әдейі иіскеу оразаны бұзады. Сұрақ: ораза кезінде жүрегі айнып құсса, ораза бұзылады ма? Хадисте: кім еркінен тыс құсып қойған болса, оразаның орнын толтырмайды, ал кімде-кім әдейілеп құсқан болса, сол күннің қазасын өтейді делінген. Демек, еріксіз құсса, оразасы бұзылмайды. Ауыз толтырып құсқан жағдайда жұтылсын, жұтылмасын, оразаны бұзады. Сұрақ: өткен жылдан қалған қаза оразасы бар адам биыл Рамазан айы келіп қалғанда не істеуі керек? Қаза оразаны кешіктірмей өтеу қажет. Себебі Рамазан оразасы парыз болғандықтан, оның қазасын өтеу де парыз. Сондықтан оразаның қазасын тезірек, арасын үзбей, немесе бөліп өтеуіне рұқсат. Алайда биылғы Рамазанға дейін өтелмесе, әуелі кіріп келген Рамазан оразасын ұстайды. Рамазан біткен соң, өткен жылғы оразаның қазасын өтейді. Сұрақ: намаз оқымайтын адам ораза ұстай ала ма? Ораза намаз секілді исламның 5 парызының бірі. Намаз бен ораза екеуі екі түрлі ғибадат. Сол себепті, намаз оқымайтын адам ораза шарттарына сай ауыз бекітсе, оразасы қабыл болады. Ал намаз ұлы ғибадат, әрі ол өз алдына бөлек парыз. Сұрақ: ораза күннің басым бөлігін ұйқымен өткізсе, ораза есептеледі ме? Рамазанда күннің басым бөлігін ұйқымен өткізсе, ораза есептеледі. Алайда қажетсіз осылай жасаса, сауап азаяды. Себебі артық ұйқының себебінен көптеген ізгі амалдарды жасау мүмкіндігінен айырылады. Сұрақ: оразаны бірнеше күн ғана, яғни басында 3 күн, аяғында 3 күн ұстаса болады ма? Жоқ. Рамазан оразасын олай ұстауға болмайды. Құранда парыз ораза санаулы әрі белгілі күндерде ғана өтеледі. Араларыңнан кімде-кім Рамазан айына аман есен жетсе, оны ораза ұстап өткізсін делінген. Бақара сүресі 184-185 аяттар. Сұрақ: Рамазан айының қазасын өтегенде арасын үзбей ұстау керек пе? Арасын үзбей ұстау шарт емес. Бөліп тұтамын десе де өз еркі. Сондай-ақ үзбей ұстауына да болады. Сұрақ: ауыз ашарда әуелі дұға жасалады ма, әлде ауыз ашқан соң дұға жасалады ма? Сәресіде әуелі су ішіп, содан соң дұға оқып бекітеді. Ал ақшамда әуелі дұға жасап, кейін ауыз ашады. Ауызды құрма не сумен ашқан абзал, әрі ұнамды амал. Себебі ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ауыз ашар сәтіндегі ораза тұтқанның дұғасы кері қайтарылмайды деген. Хадисте ауыз ашар сәтіндегі дұға деп келген. Демек, риуаяттан ауыз ашардан алдын дұға жасаған абзал екендігін аңғаруға болады. Десе де, ауыз ашар уақытында дұға жасау ерікті, әрі сауапты іс болғандықтан, әуелі аузын ашып кейін дұға жасауының да оразаға зияны жоқ.